Абақтыда жазасын өтеп жатқан сотталушы бостандықтағы танысын бопсалап жүр. Ішкі істер министрлігінің экстремизмге қарсы іс-қимыл департаментіне осындай ақпарат түсісімен жедел топ құрылады. Бұл істі ашу мықтыларға жүктеліпті. Экстремизм және терроризм көріністеріне қарсы деструктивті діни ағымдардың жақтастары жасайтын жалпы қылмысқа күрес жүргіземіз. Бізге жедел сигналдар түседі. Жазасын өтеп жатқан бір азамат, 84 жыл туылған, бостандықта танысы болған, кәсіпкерді айтуға болады, қорқыту арқылы ақшасын алып жатыр деген. Күдікті Ақтөбе облысының тумасы 2021 жылы бопсалау, алаяқтық және өзгенің көлігін тартып алу дерегі бойынша 7 жылға сотталған. Бірақ түрмеде сабасына түспепті. Ескі әдетіне қайта басып танысын қанаған. Қылмыс әлемінің сөзімен айтқанда шөтшікке қойып, сауынды сиырға айналдырған. Жүйкесі сыр берген келіншек суицид жасамақ болыпты. Сол жерде отырып, ол ақша іздей бастайды. Жәбірленушіні бопсалау фактісі болғандығы туралы айтуға қорықты. Туған туыстарына, жәнегі бұрынғы әріптестеріне, бірге оқыған нелеріне, курстастарына телефон шала бастайды. Сіз анаған сәлем айтып жеріңіз, телефонын алмайды. Мен жігіт, менің есім осындай, қыспақ көрсете бастады. Сөйлесу барысында жәнегі психологиялық көмек жасап, әртүрлі жәнегі заңдарды түсіндіру, жәбірленушіні өзі арыз жазды. Сол арыз тіркелгеннен бастап кешенді шараларды өткізе бастады. Күдікті деструктивті діни ағым мүшесі болып шықты. Абақтыда өзгелерден оқшауланған, сондықтан іс бойынша дәлелдемелерді жинау оңайға соқпапты. Сондай-ақ өзге сотталғандар кез келген сәтте дүрлігіп, тергеуге кедергі келтіру ықтималдығы да жоғары болған. Бірақ полиция діттегеніне жетті. Қазір күдікті Қостанай облысынан Ақтөбеге жеткізілді. Оның бостандықтағы таныстары куәгер ретінде жауапқа тартылады. Ал жәбірленуші мемлекет қорғауына алынды. Жалпы биыл деструктивті діни ағым жақтастарына қатысты 230 қылмыстық іс қозғалыпты. Деструктивтік діни ағымдардың ұстанушылары жасаған жалпы қылмыстардың ішінде өсу байқалады. Көбінесе жаңағы алаяқтықпен айналысқан, ақша бопсалаумен, қорқытып алумен, жаңағы ұрлықпен айналысқан деструктивтік діни ағым ұстанушылары деп бөлек көрсету себебіміз исламның болсын, басқа діннің атын жамылып осындай қылмыстар жасап жүрген адамдарды әшкерелеп, олардың шынайы түрін көрсетіп, бұлар ешқандай шынайы дінге, дәстүрлі дінге ешқандай қатысы жоқ екенін көрсеткіміз келеді. Осылайша қапастағы қаскөй өктемдігін өзінен күштіге емес, әлсіз әйелге жүргізген. Бұл қылмыс бойынша үкім қатаң болады деп күтілуде.